Айдана үшін күн әдеттегідей басталған. Таңғы сағат 7. Күйеуі Асқар жұмысына асыға дайындалып жатыр, ал ол ас үйде түскі асын дайындап, жаңа күнге керек ұсақ түйектерді реттеп жүрген. Бәрі тыныш, бәрі қалыпты сияқты. Бірақ дәл осы қалыптылықтың ішінде біртүрлі суықтық бар еді. Айдана оны соңғы айларда жиі сезетін. Асқар бұрынғыдай емес, көзқарасы басқа жақта, сөйлегені қысқа, үйге кешігетін болған. Бірақ Айдана ештеңе айтпайтын. Себебі ол асықпайтын әйелдердің қатарынан еді. Бәрін бақылап байқайтын, бірақ бірден реакция білдірмейтін. Оның салқын сабыры ең мықты қаруы. Бірақ сол күні таңертең бәрі өзгерді. Асқар телефон қалтасынан түсіп кетті. Айдана еденге құлаған телефонды көтеріп жатқанда, экран 2 секундқа жанып, оған танымайтын нөмерден келген хабарлама көрсетілді. Кеше түн керемет болды. Тағы қашан кездесеміз? Деген жүрекшелі смайликпен аяқталған. Айдананың жүрегі бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Бірақ бетіне ештеңе шығармады. Телефонды баяу ғана күйеуіне беріп, түсіп қалды деді. Асқардың көзі бір сәтке дір ете түскендей болды. Бірақ ол да өз сезімін жақсы жасыратын. Рахмет деді де телефонды жылдам сөндіріп қойды. Айдана сол күні ештеңе сұраған жоқ. Жылаған жоқ. Ерегіскен жоқ. Оның орнына үстелге шай қойып күлімсіреп жүре берді. Бірақ жүрегінде өрт тұтанды. Бұл өрттің үнсіз жануы қорқыныштырақ еді. Себебі енді ол бәрін анықтап, дәлелдеп, содан кейін шешім қабылдауды ойлады. Айқаймен, даудамаймен емес. Хитрый, ақылды, жүйелі жолмен. Асқар не ойлап жүр? Кіммен жүр? Қанша уақыт болды? Неге батылы жетті? Мұның бәрін Айдана білгісі келді. Сол күні түстен кейін ол ноутбугын ашып, жұмыс деген болып отырып, телефонның айнадағы бейнесі сияқты көрінетін бағдарламаны зерттеді. Ол ешқандай заңсыз әрекет жасамай-ақ күйеуінің мінез құлқын бақыламақ болды. Айдана парасатты әйел. Дәлелсіз дау шығармайтынын Асқар да білетін. Бірақ дәл осы салқын қандылық Асқардың қауіпсіздік сезімін арттырып жіберген еді. Ол ештеңе байқатпай жүрген әйелдің ішінде қандай дауыл тұрғанын сезбеді. Кешке Асқар тағы да жұмыстан кеш келді. Жиналыс болды деді. Айдана күлімсіреді. Жарайды, шаршаған шығарсың, тамақ дайын. Асқар үстелге отырғанда Айдана оның телефонды бетіне қаратып қойып отырғанын байқап отырды. Бұрын олай істемейтін. Әдетте экран жоғары қарап тұратын. Қазір экран төмен қараған. Бұл классикалық белгі. Айдана ішінен ауыр күрсінді. Бірақ сырттай бәрі жақсы. Түнде Асқар ұйықтап қалғанда Айдана телефон оның қолынан баяу сырғып кеткенін көрді. Бір ғана секундқа экран жанып, тағы бір хабарлама түсті. Асқар, сені қатты сағындым. Әйелің ұйықтасын, сосын жаз. Бұл жолы жүрегі шым етіп ауырды. Тіпті ауа жетпей қалғандай болды. Бірақ өзін қолға алды. Ол дәл қазір ештеңе істей алмайды, әрі істемейді де. Себебі ол эмоция арқылы емес, әрекет арқылы жауап беретін әйел. Келесі күндері Айдана Асқардың мінезін, шығу уақытын, киіміне дейін өзгергенін бақылап жүрді. Күн сайын параллель әлемде басқа өмір сүріп жүрген адамды көргендей сезінді. Ертерек жұмысқа кету. Кешірек келу. Үнемі хабарлама жазу үшін басқа бөлмеге шығу. Оны бұрын байқамаған үшін өзін кінәлідей сезінді. Бірақ эмоцияға берілмеді. Бұл тек бастамасы екенін білді. Бір күні ас үйде отырып тамақ жасап жатқанда Асқар душтан шығып келіп, телефонын залдағы үстелге қалдырып кеткенін байқап қалды. Хабарлама дауысы шықты. Айдана жүрегі ат шаптырымдай дүрсілдеп тұрса да өзін сабырлы ұстады. Ол телефонға жақындап қолын созған жоқ. Тек экранға алыстан көз тастады. Хабарламада әйелдің есімі тұрды. А деп сақталған. Бұл жасырын сақтау тәсілі. Сол сәтте Айдана шешім қабылдады. Ол кек алады. Бірақ бірден емес. Алдымен барлық айғақ жинайды. Оны күйрететіндей дәлдікпен. Өзіне көрсеткен сатқындықтың ауырлығын ол толық сезінетіндей етіп. Сол күннен бастап Айдана өз жоспарын бастады. Ол алдымен Асқардың мінезін өзгерткен сәттерді жазып жүрді.
қай күні кешіккенін, кіммен сөйлескенін, қандай көңіл күйде келгенін, қандай сылтау айтқанын. Барлығы күнделікке жазылды. Бұл жай күнделік емес, болашақтағы үлкен соққының алғашқы қадамы болатын. Бірнеше күннен кейін ол алғашқы нақты айғақталды. Асқар душқа кірген кезде оның телефон экраны қайта жанып кетті. Айдана оған тиіспеді. Бірақ бағана орнатқан көрініс бейнелеу бағдарламасы арқылы экранның шағын бейнесі оның ноутбугіне шықты. Заңсыз емес, жай ғана үйде тұрған жалпы экран айнасы сияқты жүйе. Асқардың А деген әйелмен хабарламалары анық көрінді. Сен бүгін келесің бе? Әйелім үйде. Оған бәрібір ғой, сен оған қызық емессің. Соңғы сөйлем жүрегіне пышақтай қадалды. Бірақ Айдана өзін ұстай алды. Оның қолы дірілдеп тұрды, бірақ көзі суық. Не болғанын түсінді, Асқар оның қадірін білмейтін соқыр, өзіне сенімді ақымаққа айналған. Сол түні Асқар ұйықтап жатқанда Айдана ұзақ уақыт терезенің алдында тұрды. Қала шамдары алыстан жымыңдап, тыныш түнді ерекше бір ауырлыққа бөлеп тұрғандай болды. Ол ойланып тұрды. Мен не істеймін? Жылап отырып ажырасам ба? Айғай шығарып үйді басыма тік қылайын ба? Жоқ, менің жолым мүлде басқаша. Оның жоспарының негізінде 3 нәрсе жатты. Біріншісі дәлел. Екіншісі күтпеген соққы. Үшіншісі Асқарды толық күйрету. Айдана енді эмоциямен емес, ақылмен әрекет ететін фазаға өтті. Ол сыпайы, жылы, қамқор әйел рөлін ойнауды жалғастырды. Асқар ештеңе сезбеді. Керісінше әйелім ештеңе байқамайды, ақымақ деп ойлаған болуы мүмкін. Бірақ дәл осы ой оның ең үлкен қателігі еді. Апта өткен сайын Айдана оның мінез құлқын зерттеп отырды. Кейде ол тіпті әдейі үйде боламын деп айтып, кейін кенет подругаға барып келемін деп шығып кететін. Бұл кезде Асқар дереу бір жерге баратынын Айдана біліп жүрді. Ол көліктің гіпс тарихын қарап, соңғы баруларын белгілеп алды. Ол барған мекенжай бір емес, бірнеше рет қайталанған. Бұл кездейсоқ кездесу емес, тұрақты байланыс екенін дәлелдеді. Бір күні Айдана ойламаған жерден жеңіл киініп, қалаға шығуға дайындала бастады. Қайда барасың? Деп сұрады Асқар. Әсеммен кездесемін, деді Айдана. Асқардың көзінде түсініксіз бір қуаныш жылт етті. Бұл еркіндік алдым деген қуаныш. Айдана шығып кетті. Бірақ Әсемге бармады. Ол көлігімен басқа жаққа бұрылды. Асқардың көлігінің пыс бойынша тұрған жері қала сыртындағы қарапайым бір пәтер. Барлығы түсінікті болды. Айдана пәтердің қасына барып көлікті алыста тоқтатты. Көліктің алдында Асқардың таныс машинасы тұрды. Ал терезеде шам жанып тұрды. Қабырғаның ар жағында не болып жатқанын Айдана білгісі келмеген. Бірақ бұл оның кек отын одан сайын күшейтті. Ол дәл сол жерде ұялы телефонына видео жазба түсірді. Көлік кіре беріс, уақыт, нөмір. Оның бұл сәттегі жан қалпы көз жасымен емес, суық сабырмен берілген еді. Бұл тек бастамасы, деді өзіне. Сол күні түнде ол Асқарға бұрынғыдан да жылы сөйлеп, күйеуінің әңгімелерін тыңдап отырған болды. Асқар бірдеңе сезді ме? Жоқ, ол әйелінің ішінде қандай дауыл тұрғанын мүлде байқамады. Айдана оның мен бәрін бақылауда ұстап отырмын деген жалған сенімін одан сайын күшейтті. Себебі дәл осы сенім кейін оны күйрететін қаруға айналмақ. Айдана енді күнде жаңа айғақ жинап жүрді. Хабарламалардың жазбасы, кездесудің видеосы, шығындардың көшірмесі, жұмысынан ерте шыққан күндері. Барлығы бір папкаға жиналды. Папканың аты да ерекше еді, ештеңе сезбеген еркек. Бірақ бұл тек бірінші бөлім еді. Айдананың кек жолында бұл тек бастама. Ол әлі ештеңе істеген жоқ. Тек көрді, білді, жинады. Ал әрекетті кейін бастайды. Асқардың өзі дайын емес кезде. Оның ең әлсіз жеріне түскен кезде. Айдананың көзіндегі от күннен күнге күшейіп келе жатты. Ең қорқынышты әйел айқайлап тұрған әйел емес. Ең қорқынышты әйел үнсіз қалған әйел. Айдана дәл сондайға айналды. Айдана таңертең оянғанда көңілінде бұрынғыдай ауырлық жоқ еді.
Себебі ол енді тек жәбірленген әйел емес, ақылды жоспар жүргізіп жатқан стратег сияқты сезінді. Оның әр қадамы есептелген, әр сөзі орында, әр эмоциясы бақылауда болатын. Енді ойын ережесін ол емес, Айдана орнататын уақыт келген. Сол күні таңғы ас үстінде Асқар тағы да телефонға телміріп отырды. Кейде еріксіз жымиып, кейде күйбеңдеп бірдеңе теріп жатқанын байқатты. Айдана оған ештеңе демеді. Тек, бүгін жұмыстан кейін әпкеммен кездесемін. Үйге кеш келемін, деді жай ғана. Асқардың көзінде тағы да сол жасырын жеңілдік жылт етті. Айдана оны көрмегендей болды. Бірақ оның ішінде мүлде басқа есеп жүріп жатқан. Кешке Айдана шынымен шықты. Бірақ әпкесіне бармады. Оның орнына қала орталығындағы кафеге барып, жағымды музыка тыңдап, бір шыны кофе алды. Бұл оның жоспарындағы бір бөлшек қана емес, көңілін орнына түсіру үшін жасалған әрекет еді. Ол өзін бұлай жақсы көруді ұмытқан. Енді қайта үйреніп жатқан. Сол арада Асқар үйде қалды. Бірақ Айдана білетін, ол үйде отырмайды. Расымен бір сағаттан кейін қыз тарихында Асқардың жүріп бара жатқаны көрінді. Тағы да сол мекен жай. Тағы да сол құпия пәтер. Айдана асықпады. Бұл жолы дәлел жинауға барған жоқ. Ол тек Асқардың байланысын өршітуі керек. Себебі тек сол кезде ол ойланбай, қате үстіне қате жасай бастайды. Уақыт өте келе Айдана Асқардың қалаған дүниесін өзі-ақ итермелейтін жағдай жасады. Қатты ұрыспады. Қатты сұрамады. Тіпті кейде бүгін қаласаң, достарымен кездесе сал деп те айтатын болды. Мұндай күтпеген еркіндік Асқарды шатастырды. Бірақ оған ұнады. Бір күні кешке Асқар ерекше көңілді күйде келді. Әдетте шаршап, жүйкесі тітіркеніп келетін. Ал бүгін қуанышты. Телефонды да тығып әуре болмай, еркін үстелге қойып кетті. Айдана ішінен жымиып қойды. Бұл ер адамның өзіне тым сеніп кеткенін білдіретін белгі. Түнде Асқар ұйықтап кеткенде, Айдана тағы да экрандағы кішігірім көріністі бақылап отырды. Хабарламалар өздігінен түсіп жатты. Сен бүгін ерекше болдың. Әйелің тағы да ештеңе сезбеді ме? Асқар, ол мені мүлдем бақыламайды. Бәрі жақсы. Ендеше жақында менің үйіме көшіп келесің ғой. Айдана осы сөзді көргенде таң қалған жоқ. Қатты күйінгенде жоқ. Ол бұл сәттің болатынын күтіп жүреді. Себебі күйеуінің опасыздығын неғұрлым тереңдете түссе, оның құлауы соғұрлым ауыр болады. Сол түні Айдана өз жоспарын келесі деңгейге көтерді. Ол адвокатпен сөйлесті. Адвокат оған кеңес берді. Айғақтарды жинай беріңіз. Дәл қазір ештеңе жасамаңыз. Оны күтіп тұрған ең ауыр соққы күтпеген соққы. Айдана басын изеді. Ойын осылай жүргізгісі келетінін өзі де білетін. Келесі аптада ол Асқардың көңілін одан сайын көтере түсті. Кейде тіпті романтикалық кеш жасап, күйеуіне ерекше көңіл бөлетін. Оның бұл жылы жүрісі Асқардың сақтығын толық жойды. Асқар өзін әлемдегі ең ақылды, барлық әйелді басқаруға қауқарлы адам сезіне бастады. Бірақ еркектің дәл сондай сәті ең әлсіз сәт. Бірде соңында Айдана Асқардың киімін жинап жатып, оның пиджак қалтасынан чек тауып алды. Чекте ресторан аты тұр. Қаладағы ең қымбат мейрамхана, Айданамен ешқашан бармаған жер. Және чек 2 адамға арналған. Айдана бұл деректі де суретке түсіріп папкасына қосты. Сол күні ол Асқарға ерекше жылы сөздер айтты. Сен өте шаршаған сияқтысың, демалуыңа уақыт тауып жүрсің бе? Асқар күлімсіреді. Иә, бәрі жақсы. Айдана оған сенгендей болды. Өзіне қарап отырған көзқарасты да өзгертпеді. Себебі ол енді жылап қалатын, эмоциямен жүретін әйел емес. Ол кек алуға ұмтылған, өзінің құнын білген әйел. Күйеуінің жарқын жүзі күннен күнге ашылып келе жатқан еді. Оның ойынша өмірінде ешқандай мәселе жоқ. Атты әйелмен қарым-қатынасы да күшейіп бара жатыр. Ал Айдана болса тіпті бақытты болып көрінеді. Тіпті үйге кешігіп келе бастады. Бұл Асқарды шатастырды. Ол тіпті бір күні: сен соңғы уақытта өзгеріп кеттің, деді. Айдана жай ғана: өмір бір орында тұрмайды ғой, деп күлімсіреді. Бұл сөз Асқардың басына ештеңе салмады.
Ол кек жайлы ойламады. Әйелінің барықты бақылап жүргенін сезген жоқ. Оның өмірі ертегідей боп көрінді. Көңілдесі бар, оған бара алады, үйінде тыныш әйел бар. Тамаша өмір деп ойлады ол. Айдана дәл осы ойдың артынан құлаш жетпейтін құлау күтіп тұрғанын біліп тұрды. Бір күн Айдана жоспарды жаңа деңгейге шығарды. Ол Асқардың көңілдесіне жасырын, бірақ өте маңызды қадам жасады. Ол әлеуметтік желіден А деген әйелді тапты. Оның парақшасын көрді. Кім екенін, қайда жұмыс істейтінін білді. Ол мейрамханада түсірілген бір суретті көріп қалды, дәл сол чек шыққан мейрамхана. Бұл нақты дәлел ғана емес, олардың кездесуін дәл анықтайтын айғақ. Ол әйелдің парақшасына жай ғана кіріп шығып жүрді. Бірақ бір күні күтпеген жағдай болды. Айдананың сторисін ашыпты. Демек ол оның аккаунтын көрді. Мүмкін қызығушылықпен, мүмкін мазасыздықпен. Бұл да Айдананың пайдасына жұмыс істеді. Себебі енді ол әйел қорқа бастайды. Оның қорқуы Асқардың үстінен жасалатын қысым. Айдана әдейі стористеріне бақытты өмірін, әдемі кештерін, тіпті кейде гүлдер алып жүрген кадрлар салып қойды. Шынайы емес, бірақ өте сенімді. Көңілдесі оны көріп, өзінің Асқарды тартып алдым деген сеніміне күмәндана бастады. Бір күні кешке парақшасында айқын белгі пайда болды. Өзіңнің орныңды білмесең, ешқашан бақытты болмайсың. Бұл Айданаға бағытталған емес, өзіне айтылған ашу. Асқарға барып, неге әйеліңмен әлі ажыраспай жүрсің? Деп сұрағаны анық еді. Асқардың ойланбай істеген барлық әрекеті қазір оның ең әлсіз тұсына айналып жатқан. Тағы бір апта өтті. Асқардың жұмыста қателіктері көбейе бастады. Себебі екі жақтағы әйелдің қысымын сезе бастады. Бірі Айдананың күтпеген тыныш сабыры. Екіншісі көңілдесінің талаптары. Ол өзін қыспаққа түскендей сезіне бастады, бірақ жолды қайдан іздерін білмеді. Айдана оның әлсірегенін көрді. Бірақ жүрегі ауырмады. Себебі ол осы күйді әдейі жасаған. Әдейі оған бостандық берген, әдейі оны батылдандырған, әдейі оған толық сенімділік сыйлаған. Енді дәл сол сенімділік оның мойнындағы арқанға айнала бастаған. Айдана соңғы күндері өзін бұрынғыдан да сабырлы, тіпті бір түрлі жеңіл сезіне бастады. Ішіндегі өрт енді жылау мен ашудан тұрмайтын. Ол жоспарлы, есепті, салқын қанды күшке айналған. Ол өз өмірінің бақылауын қайтарғанын терең сезінді. Асқардың сатқындығы енді Айдананы қорлатпайтын. Керісінше, оның ақылын оятқан, жанын ширықтырған, болмысын өзгерткен жағдайға айналды. Асқар болса, керісінше күн сайын әлсіреп бара жатты. Оның көзіндегі сенімділік бая өшіп, орнын мазасыздық баса бастады. Жұмысқа барғанда басы қатып, үйге келсе шаршап құлайтын. Оның ойынша, оның мазасыздығына себеп көңілдесі. Ол әйел күн сайын қысып талап қойып асықтырып жүр. Ал шындық басқаша еді, оның түбін ойып жатқан Айдананың тым тыныш, тым байсалды, тым жылы болуы. Таңертең ол асқа отырып, сен соңғы кезде тым жақсы болып кеттің деді. Айдана күлімдеп, өмір қысқа, ұрысып ренжісіп жүруге тұрмайды деп жауап қатты. Асқар осы сөзден кейін одан сайын қобалжыды. Өйткені ол ештеңе сезбейтін әйелден қорқа бастады. Айдананың көзінде бір түрлі тереңдік бар еді. Бірақ ол оның не ойлап жүргенін түсіне алмады. Сол күні кешке Айдана оның жұмыс киімін жуып жүріп, қалтасынан тағы бір қағаз тауып алды, қонақ үйдің жалдамалы бөлмесіне төленгенше. Күні мен уақыты көрсетілген. Дәл сол күні Айдана Әсемге барамын деп үйден шыққан. Бұл Асқардың Айданаға сенгені соншалық, тіпті сақтануды қойғанын көрсететін айғақ. Айдана чекті папкасына салды. Папканың ішіне бір апта бұрынғы аудиожазба, мейрамхана чегі, тіпті карталары, түнгі суреттер бәрі жинақталған. Айдана сол папканы қолына алып ұзақ қарады. Бұл оның кегінің іргетасы. Оның әр парағы бір шындық. Әр шындығы Асқардың тағдырына қағылған бір шеге. Күндер өтіп жатты. Асқар бұрынғыдай еркін күле алмайтын болды. Телефонды жасыруға тырысты. Бірақ Айдана оны аңдамай ұстап алғанда, ол өзін кінәлі сезінгендей шошып қалатын. Бір күні Айдана оған қарапайым ғана сұрақ қойды. Сен бақыттысың ба? Асқар сасып қалды.
Неге олай сұрайсың? Жай сен соңғы күндері өзгеше жүрсің. Асқардың жүрегі шым ете қалды. Айдана ештеңе білмесе де, бәрін білгендей сөйлейтін. Бұл ой Асқардың жанын жеп, өзінен өзі іштей күйреуіне себеп болып жүрді. Сол күні түнде ол қасында мызғып жатқан Айданаға қарап ұзақ жатты. Айдананың тыныш жүзі оған тіпті жұмбақ көрінді. Ол бәрін біле ме? Әлде мен артық ойлап жүрмін бе? Бірақ шындық, Айдана бәрін біліп отыр. Келесі күні Айдана заңгерімен сөйлесті. Барлық айғақтарды көрсеткен жоқ, тек бір бөлігін ғана көрсетті. Заңгер ұзақ қарап шыққан соң: сіздің ісіңізді шешу өте оңай болады. Сізде нақты, айқын және заңды дәлелдер бар. Қаласаңыз, мүліктің көп бөлігін, тіпті бизнестегі үлесін де ала аласыз. Айдана жай ғана басын изеді. Әлі уақыты келген жоқ. Заңгер таңғалып: неге? Айдана салқын жымиып: ол әлі өзі құлаған жоқ. Мен оның өзі құлағанын қалаймын. Сосын ғана соңғы соққы жасаймын. Заңгер сөз таппай қалды. Айдананың дауысы тыныш болса да, оның артында қатты күш тұрғаны сезілді. Сол уақытта Асқар мен оның көңілдесінің арасындағы қарым-қатынас нашарлай бастады. Себебі ол әйел Асқардан талап қойып шешім күтті. Айдананың парақшасындағы бақытты стористер оның қызғанышын одан сайын арттырды. Ол Асқарға хат жазды: сен менімен жүресің, бірақ үйіңе қайтып барасың. Бұл қаншаға дейін созылады? Мен күтуден шаршадым. Асқар жауап бермеді. Себебі ол енді өз өмірінің быт-шыт болайын деп тұрғанын сезе бастады. Бір күні олар жанжалдасып қалды. Айқайлап Асқарға: әйелің бәрін білетін сияқты, деді. Ол ештеңе білмейді, деп Асқар айқай салды. Сен соған сенесің бе? Оның көзқарасы, мінезі өзгеріп кетті. Ол сені бақылап жүр. Сен жақында бәрін жоғалтасың. Осы сөздер Асқарды түңілдірді. Ол шынымен бәрін жоғалтқысы келмеді. Бірақ жағдайды бақылау мүмкін болмай бара жатты. Ол сол күні үйге кеш, көңілсіз келді. Басын ұстап ауыр күрсінді. Айдана оның алдына шай қойып: жұмыста қиындық болды ма? Иә, бәлкім, деді Асқар. Ол әйеліне қарады. Айдана оған мысқылмен емес, жылы қарайды. Бірақ дәл осы жылылық Асқардың жанын одан сайын ауыртты. Себебі ол сол жылылыққа лайық емес екенін білді. Сол түні ол қайта ұйықтай алмады. Жүрегі шаншып, мазасыз күйде жатты. Айдана оның жағдайын байқап тек: ертең демалып ал, деді. Асқар рахмет деп қана күбірледі. Айдана төсектен тұрып терезе алдына барып тұрды. Асқар оның сұлбасын көрді, ұзын қара көлеңке, терезе жарығымен біріп тұрған. Ол сәтте Айдана оған өте алыста тұрғандай көрінді. Мен әйелімді жоғалтып алуым мүмкін. Бірақ оның ендігі ойы кешеді. Келесі күні Айдана күйеуіне таңғы ас дайындап, жылы сөйлесіп жүрді. Асқар жұмысына кетті. Ал Айдана оның шыққанын күтіп папканы алды да үстелге жайып қойды. Оның үстінде әр айғақ, әр сурет, әр хат бір үлкен картаның бөлшектері сияқты тұр. Айдана көзін жұмды. Терең тыныстады. Бұл тек бастамасы. Мен оны ең соңында аяусыз жазалаймын. Бірақ қазір тек тыныштық.
Айдана алғашқы соққыны бергеннен кейін үйдің ішіндегі ауа мүлде өзгергендей болды. Бір кезде жайлы, тыныш, отбасылық жылумен толы, бұл үй енді екі адам арасындағы көзге көрінбейтін суық майданға айналды. Асхат таңертең жұмысына кетерде бұрынғыдай жылы сөйлеп, әзілдеп немесе көңіл бөлмейтін. Енді ол асығыс, қысқа жауап беретін, Айдананың жанынан өтіп бара жатқанда тіпті көзінде көтермейтін. Бірақ Айдана оның бойындағы бұл өзгерісті әлсіздік белгісі ретінде қабылдады. Ол қорқып жүр, ол сезіп жүр, ол күмәнданып жүр. Алайда Айдана үшін ең бастысы, ол өз жоспарларын әйтеуір жүзеге асырып жатыр еді. Ал Асхат болса тек оның салдарын ғана көріп, мәнін түсінбей дал болып жүр. Бұл күндері Айдана өзін ерекше сабырмен ұстай бастады. Ол таңертең ерте тұрып кофе ішіп, көзінше телефон арқылы біреуге: "Иә, ертеңгі құжаттар дайын, тек қол қойсаңыз болғаны" деп қоятын. Ал Асхат болса, оның әр сөзінен жасырылған мағынаны іздеп, ішінен тұншыға бастайтын. Айдана оны әдейі сол күйге жеткізді. Ол бұрынғыдай күйеуінің әр қимылына көңіл бөлмейтін, қажетсіз сұрақ қоймайтын, тіпті қайда барасың деп те сұрамайтын болды. Бұл Асхатқа еркіндік емес, керісінше белгісіз қақпан сияқты көріне бастады. Таңғы ас үстінде Айдана жай ғана күлімсіреп отырып: "Жұмысың қалай? Бәрі жақсы ма?" деп сұрайтын. Асхат ойланып үлгермей, "Жақсы" дей салатын. Бірақ оның дауысы сенімсіз, дірілдегендей, көзқарасы үрейге толы еді. Айдана осыны дәл көргісі келген. Ол қазір шын мәнінде Асхаттың әр әрекетін бақылап, оның кез келген қателігін қалт жібермей жүр. Асхаттың көңілдесі Айда да бұл уақытта мазасыз жүрді. Асхат бұрынғыдай қарым-қатынасына уақыт бөлмейтін, кездесу сирек, хабарламалар қысқа, ал дауысы су. "Сен неге өзгеріп кеттің?" деп Айда ашуланып хабарлама жіберді. Асхат ұзақ жауап жазды, бірақ ештеңе шешілмеді. Ол өз-өзіне: Айдана бірдеңе біліп қойған сияқты. Бірақ қалай? Ол үндемейді ғой. Адам бірдеңе білсе, айқайлайды емес пе? деп ойланды. Дәл осы ой оның жүйкесін жұқа жіпке айналдырып жіберді. Айдана адвокатпен кездесуін жалғастырып жүрді. Бұрынғыдай жасырын емес, ашық түрде. Тіпті кей күндері әдейі Асхат көріп қалатындай етіп: "Мен қалаға шығуым керек, кездесуім бар" дейтін. Асхат бұдан бетер қобалжитын. Бірақ сұрауға батпайтын. Сұраса, өз құлағымен жағымсыз жауап еститіндей сезілетін. Адвокатпен кездесуде Айдана жиналған айғақтардың барын тәртіппен реттеп, қосымша дәлелдерге тапсырыс берді. "Бізге оның қаржылық ауытқулары мен банк операцияларына да талдау қажет" деді адвокат. Айдана басын изеді. "Барын шығарамыз." Ол бір күнде бәрін жоғалтқанын өзі де түсінбей қалады. Ол қазір ашумен емес, салқын ақылмен сөйлейтін. Өйткені кектің ең ауыр формасы сабыр. Күндер өткен сайын Асхат жұмыста қателесе бастады. Басшысы оған бірнеше рет ескерту жасады. "Сен бұрын бұлай болмайтын едің. Бірдеңе болып жүрме." Асхат жалтақтап: Жоқ, бәрі жақсы" деді. Бірақ бәрі жақсы болған жоқ. Ол түн ішінде оянып Айданаға қарап жатқанын аңғарды. Бұл әйел бір нәрсе біліп жүр, бірақ неліктен үндемейді. Айдананың үнсіздігі оның жүйкесін жеп, миына сыза түсіргендей болды. Осы уақыт ішінде Айдана да өзгерді. Ол үй ішінде музыка қойып, жаңа хоббилерге кірісіп, тіпті жаңа киімдер ала бастады. Асхат бір күні шыдай алмай: "Сен өзгеріп кеттің? Бірдеңе болып жүрме?" деп сұрады. Айдана оған жай ғана қарап: "Адамның бақытты болу үшін кішкентай себеп те жеткілікті. Кейде адам өз өмірін жаңадан бастайды." "Сен түсінбейсің" деді күліп. Бұл күлкі Асхатқа пышақтай қадалды. Айда Асхаттың салқындығына шыдамай, оның әйеліне хабарласамын деп қорқыта бастады. "Егер маған көңіл бөлмесең, бәрін әйеліңе айтам." Асхат дүрсілкінді. "Жоқ, олай істеме." Бірақ оның дауысы тым қатты болды. Сол сәтте Айдана кіре берісте тұр еді. Ол еш нәрсе демеді, еш реакция білдірмеді, тек тыңдады. Асхат оның тұрғанын байқамады. Ал Айдана үшін бұл тағы бір үлкен айғақ еді. Ол жай ғана бөлмесіне барып, асқан сабырмен күнделікке бүгінгі жағдайды жазып қойды.
Айдана бірнеше күннен кейін адвокатқа қосымша дәлелдер апарды. Адвокат таңғалып: "Сіз өте сауатты жұмыс істеп жатырсыз. Мұндай дәлелдермен сіз тек ажырасып қана қоймайсыз, барлық мүліктің басым бөлігін аласыз" деді. Айдана жымиып: "Бұл енді тек бастамасы ғана. Ол бұл сатқындықтың құнын толығымен білуі керек." Адвокат басын изеді. "Онда келесі аптада бірінші құжаттарды дайындай береміз." Айдана үйінен қайта шыққанда бойында жеңілдік сезілді. Сол күні ол өзіне бұрын ешқашан алмаған қымбат көлік сатып алды. Бұл сый өзіне, өзінің шыдамдылығы мен күшіне арналған. "Кешке Асхат, кешкі ас дайындаған жоқсың ба?" деп сұрады. Айдана оған қарап: "Жоқ, бүгін өзіме бірдеңе істегім келді." Асхат үнсіз қалды. Бұл жауап оған бәрі бітті деген ескерту сияқты естілді. Айдана диванда отырып телефонынан бір хатты қайта-қайта оқыды. Онда адвокаттың сөздері тұр: "Құжаттар дайын. Сотқа өткізуге болады." Үй ішіндегі ауыр тыныштық күннен күнге тығыздалып, Асхаттың үстінен түсіп жатқан жүктей сезілді. Ол таңертең оянып, Айданаға қарап, бірдеңе айтқысы келетіндей көрінетін, бірақ әр жолы сөзін жұтып қоятын. Бұрынғыдай дауыстап сөйлейтін, әзілдейтін, өзін сенімді ұстайтын Асхат енді жоқ. Оның орнында шындықтан қашып жүрген, жанынан үріккен, әр қадамын өзінен ұялып басатын адам қалған еді. Айдана мұны көріп отырып, мүлде басқа бағытта жүрді. Ол күлімдеп, жаттығуға барып, үйін таза ұстап, тіпті аспаздық курсына да жазыла бастады. Оның мінсіз сабырлығы мен тыныштығы Асхатқа ең ауыр жазадай болып тиген. Асхаттың жұмысы бұрын оның жалғыз тыныс алар жері болатын. Бірақ соңғы айда онда да жағдай нашарлай берді. Оның жобалары кешігіп, есептері дұрыс шықпай, әріптестері де оның мінез құлқындағы өзгерісті сезе бастады. Бір күні басшысы оны кабинетіне шақырды. "Асхат, саған не болып жүр? Бұл үшінші қателік. Біз мұнымен көз жұма алмаймыз." Асхат қорғануға тырысты. "Мен жағдайымды дұрыстаймын. Уақыт беріңіз." Бірақ басшы басын шайқады. "Сен сияқты қызметкерден мүлде күтпейтін нәрсе. Егер тағы бір қателік болса, жұмыстан босатуға тура келеді." Ал Асхат кабинеттен шыққанда аяқтары дірілдеп кетті. Ол коридорда тұрып ішінен: "Бұл не болып жатыр? Неге бәрі ушығып кетті?" деп ойлады. Жауап бар еді. Бірақ ол қабылдағысы келмейтін шындық барлығы Айдананың сабырлы, бірақ дәл есептелген кегінің бір бөлігі болатын. Сол күні түсте Айда қайта хабарласты. "Сен мені мүлде ұмыттың? Біз не туралы сөйлесеміз? Мен сені мазалаудан шаршадым." Асхат тітіркеніп: Қазір уақытым жоқ. Мәселелер болып жатыр." Айда да тына қояр адам емес еді. "Мәселелерің маған байланысты ма? Әлде әйелің бәрін сезіп жүрме?" Асхат селк ете қалды. "Жоқ, сен үндеме. Ешкімге ештеңе айтпа." Айда мысқылдап: "Сен қорқып жүрсің ғой. Әйелің сенен мықты екенін түсіндің бе?" "Айда, тоқта!" деп айқайлап жіберді Асхат. Телефонды қойып, ол орындықтан басын ұстап отырып қалды. Кешке Асхат үйге келгенде Айдана үстел үстінде құжаттарды реттеп отыр екен. Ол кіргенде әйел жай ғана жымиып: "Қош келдің. Құжаттарыңды реттеп алғанша күте тұр, содан кейін сөйлесеміз" деді. Асхаттың жүрегі шым ете қалды. "Қандай құжаттар?" "Маңызды, бүгін бәрін заңгермен толықтай ақылдасып шықтым" деді Айдана өте сабырлы үнмен. Асхаттың беті бақшадай құлпырып кетті. "Не заңгер?" "Отбасылық мәселелер бойынша" деп Айдана тыныш жауап берді. Бұл сөз Асхаттың басына біреу мұздай су құйып жібергендей әсер етті. Ол дірілдеген күйде орындыққа отыра кетті. "Айдана, неге үндемей жүрсің? Бірдеңе біліп жүрсің бе?" Айдана оған көзін алмай қарады. Оның көзіндегі тыныштық Асхаттың жүрегіне пышақтай қадалды. "Асхат", деді ол баяу. "Кейде ең ауыр соққы айқай емес. Үнсіздік, менің үнсіздігім саған көп нәрсе түсіндіруі керек." Сол түні Асхат ұйықтай алмай, үйдің әр жерін аралап жүрді. Ол Айдананың сөмкесін, шкафтарын ақтарғысы келді, бірақ қорықты.
Өз әйелінен. Түнгі 3-те ол ас бөлмесінде отырып, телефонына келген бір аудио жазбаны тыңдап қалды. Бұл Айда мен өзінің соңғы жанжалының жазбасы еді. Айдана тыңдалғанын әдейі сездірген бе? Әлде бұл кездейсоқ па? Асхаттың қолы дірілдеп кетті. Жоқ, бұл мүмкін емес. Айдана оның артынан келіп, «Ұйқың келмей жүрме?» деп сұрады. Асхат селк ете қалды. Сен неге тұрсың? Жай ғана су ішуге шықтым, деді Айдана жайбарақат. Ол тоңазытқыштан су алып, баяу жүгіріспен шығып кетті. Асхат болса өзінен өзі тозып тұрған күйде қалды. Таңертең Асхат жұмысқа кетер алдында, есік алдында кілтін таба алмай қатты абыржып қалды. Айдана оның қасына келіп, кілтін қолына ұстатып тұрып, «Неге сонша асығып жүрсің?» деді. Айдана, «Біз сөйлесуіміз керек. Шынымен, мен дайынмын. Тек сен шындықты көтере алсаң». Асхаттың тынысы тарылып кетті. Сен бәрін білесің бе?» Айдана оған тіке қарап тұрып, «Сенің қандай адам екеніңді білемін. Бұл жерде еш айқай, еш дау жоқ. Тек үміттің өлген сәтіндей тыныш дауыс». Асхат жұмысына барғанда ол тіпті есікке қалай кіргенін де сезбей қалды. Әріптестері оған қарап, көздеріне не болды деген сұрақты жасырмады. Түс кезінде оған жұмыстан хат келді. «Қателіктеріңіз көбейгендіктен сіздің жобаларыңыз уақытша тоқтатылды». Асхат бос кабинетте жалғыз отырып, басын екі қолымен қысып, «Бітті, бәрі бітті» деп күбірледі. Осы кезде Айда тағы хабарласты. «Мен сенің әйеліңе бәрін айтамын». «Болдым». Асхат айқайлап жіберді. «Жоқ, сен мені тыңдамайсың» деп Айда телефонын өшіріп тастады. Асхат үйге асығып, жолдағы әр бағдаршамға тоқтамай ұшып жеткендей болды. Үйге кіргенде Айдана жаңа гүлдерді вазаға қойып отыр еді. Ол Асхаттың алқына кіргенін көріп, «Не болды?» деп сабырлы сұрақ қойды. Асхат жылап жіберердей болып, «Айдана, мен бәрін бүлдірдім». Айдана оған қарады да, «Сен ойлағаннан да қаттырақ. Бірақ бұл әлі соңы емес». Асхаттың жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл сөз жақындап келе жатқан дауылдың нақты белгісі болатын. Асхат Айдананың алдында тұрған сәтін ешқашан ұмытпайтын еді. Бұл оның өміріндегі ең әлсіз, ең қорқынышты сәт болып қалды. Ол бұрын ешқашан өзін бұлай дәрменсіз сезінбеген. Қатты қорқып тұрғаны соншалық, тіпті өз дауысында сезбей қалды. «Айдана», деді ол дауысы дірілдеп, Сен маған не істемекшісің?» Айдана вазаға гүл қойып болып, үстелдің бетіне жаймен қолын сүртті. Оның сабырлығы, тыныштығы үйдің ішін бастан аяқтап тыныш етіп, Асхаттың ішіндегі дүрбелеңді одан сайын күшейтті. «Мен саған ештеңе істемеймін, Асхат», деді ол жай ғана. «Сен бәрін өзіңе өзің істеп қойдың». Бұл сөздер Асхаттың жүрегіне пышақтай қадалды. Ол тіпті аяғында тұра алмай, орындыққа отырды. «Қалай? Қашан? Неге?» Сұрақтар миын жарып жіберердей болды. Айдана бір сәтке үндемей тұрды да, үстелдің тартпасынан жалпақ қалың папканы алып шықты. Ол папканы Асхаттың алдына қойды. «Аш», деді. Асхаттың қолдары дірілдеді. Папканы ашқанда көзі алайып кетті. Ішінде банк көшірмелері, Айда мен хаттарының басып шығарылған нұсқалары, аудио жазбалардың тізімі, тіпті екеуінің кездескен күндері мен мекендері жазылған қағаздар бар еді. Бұл қалай?» деді ол сыбырлап. Айдана орындыққа жай ғана отырып қолын айқастырды. «Мен әрқашан қарап жүрдім. Сен байқамадың». Асхаттың басы айналып кетті. «Айдана, мен қателестім. Шын айтамын. Мен енді». «Тоқта», деді Айдана бұл сөздерді айту үшін тым кеш. Асхат үреймен, «Сен бұл құжаттарды не істейсің?» Айдана өте анық сөйледі. «Мен адвокатқа тапсырамын». «Барын?» Асхат қолын созып, «Ойланшы. Біздің үйіміз, бизнес, бәрі. Ол енді біздің емес», деді Айдана. «Сен сатқындық жасаған күннен бастап бәрі өзгерді». Асхат орнынан тұрып, кабинеттің ішінде ары-бері жүре бастады. «Айдана, мен сені сүйемін. Мен қателестім». Айдана осы сөздерге күліп жіберді. Бұл күлкі аянышсыз, ренішсіз, тек мүлде сенбейтін күлкі.
Асхат ер адам опасыздық жасағаннан кейін сүйемін деген сөз тек бос дыбыс. Осы кезде Асхаттың телефоны сықыр етті. Экранда Айданың хабарламасы тұр. Мен бәрін әйеліңе айтам. Ол сенің қандай адам екеніңді білуі керек. Айдана хабарламаны көріп, айқайлап тұрғанын енді түсіндім деді. Айдана, өтінем. Оған жауап бермей-ақ қой. Деп жалына бастады Асхат. Неге? Деді Айдана, ол да шындықты айтқысы келеді ғой. Бірақ ол бәрін бұзады. Асхат, сенің бұзатын ештеңең қалған жоқ. Бұл сөз Асхатқа соңғы соққы болды. Ол диванға отырып бетін жауып. Не істесем болады? Айтшы. Не? Ештеңе, деді Айдана, сенің орындалған жазан өз сатқындығыңның салдары. Асхат алғаш рет Айдананың көзіне басқа көзқараспен қарады. Бұрынғы нәзік әйел жоқ. Оның орнында бәріне дайын, өмірдің сынағын үнсіз қабылдап, сабырмен жауап қайтаратын мықты әйел тұр. Айдана, сен өзгеріп кетіпсің. Сенің арқасында. Айдана папканы қайта жауып орнына қойды. Енді мен саған бір мүмкіндік берем, деді ол. Егер сен ертеңнен бастап бәрін мойындап, өз үлесіңнен бас тартуға келіскен құжаттарға қол қойсаң, мен бұл істі ұзаққа созбаймын. Асхаттың көзі шарасынан шықты. Мүліктен бас тарту. Мен неге? Өйткені сен сатқындық жасадың. Асхат орнынан атып тұрды. Бұл әділ емес. Айдана жай ғана жымиып, өмірде бәрі әділ болмайды. Бірақ мен бұл жолы әділетті өзім орнатамын. Айдана сөзін аяқтаған соң ас үйдегі жарықты сөндіріп бөлмесіне барып кетті. Ал Асхат бір сәт орнында тұрып қалды. Сосын пальтосын алып, есікті қатты жапты да түнгі қалаға шығып кетті. Сыртта жаңбыр жауып тұр еді. Асхат сол күйі аялдамаға отыра кетіп, басын ұстап жылап жіберді. Ол бәрін жоғалтты. Ал енді өз кінәсін көріп тұр. Бірақ кеш. Сол кезде телефоны тағы да дір етті. Айданан жаңа хабарлама. Ертең 12:00. Адвокатпен кездесуге кел. Асхат телефонын қолынан түсіріп алды. Бұл оның түпкілікті құлауын ресми түрде жариялаған хабарлама еді. Ал үйде Айдана терезенің жанында тұрды. Жаңбырдың дыбысын тыңдап терең дем алды. Бұл оның жеңісінің алғашқы белгісі ғана. Әлі алда көп нәрсе тұр. Бірақ ол дайын. Ол күнделігіне бір сөйлем жазды. Кек айқаймен емес, ақылмен келеді. Айдана өміріндегі ең үлкен сот жеңісінен кейін уақыт тоқтап қалғандай сезінген. Бірнеше күн бойы үй ішінде тыныш жүріп, ешкімге хабарласпай, ешкімге ештеңе түсіндірмей жүрді. Оның жан дүниесі босап қалған, бірақ сол бос орынды не толтыратынын өзі де білмеді. Сырттай бәрі жақсы көрінгенімен, ішінде құлаған қабырғалардың орны әлі де шаң болып тұрған. Ол дәл осы кезеңде айналасына қарады. Бос бөлмелер, бос сөрелер, бұқтар. Үйдің тыныштығы тіпті қорқынышты еді. Әр бөлмеде Асхатпен бірге өткен жылдардың елесі бар сияқты, бірақ бұл елестер енді оған әсер етпейтінін сезді. Бір күні таңертең Айдана орнынан ерте тұрып, ештеңе ойланбастан қаладан тыс жаққа шықты. Жол бойындағы тыныштық, айналаның кеңдігі оның жанын бір сәтке жұмсартып жіберді. Ол өмірінде бірінші рет өзімен өзі қалуды таңдады, ешкімсіз, еш кеңессіз, еш уайымсыз.
Кешке қарай ол қалаға қайтып келгенде, телефонында 20 шақты хабарлама тұрды. Көбі әйелдерден еді. Оларға Айдананың жеңісі күш берген, олар да оған жазған. Бір әйел, мен де ажырасқым келеді. Маған күш бердің деп жазыпты. Айдана ұзақ ойланды. Бұл сөздер оған ой салды. Осы сәтте оның миында бір ой жылт етті. Мен басқаларға көмектесе аламын. Менің тарихым тек өзім үшін емес. Айдананың өмірінде жаңа кезеңнің есігі ашылып келе жатты, бірақ ол әлі бұл есіктен кірмеген еді. Ал осының бәрі 3 серияның үлкен финалына дайындық болатын. Айдана жаңа орталық ашамын деп шешкен күннің ертесіне ерте тұрды. Көңілінде белгісіз бір толқу бар. Бір жағынан жаңа өмірге қадам, екінші жағынан бейтаныс жолдың басы. Өзім бұрынғыдай әлсіз сезінбеді, керісінше ішінен бір күш оянғандай болды. Бұл күш өзінің жеңісі емес, өзіне қайтып келуі еді. Ол таңертең қаланың орталығына барып, жалға берілетін шағын кеңселерді қарап шықты. Бірнеше жер көңілінен шықпады, бірақ ескі ғимараттың 3-ші қабатындағы бір бөлме оның назарын аударды. Терезесі үлкен, жарық мол, ал қабырғалары бос, дәл оның ойындағыдай жаңа парақ секілді. Айдана бөлмені ұзақ қарап тұрып, «Міне, менің жаңа бастауым дәл осы жерден болады» деді. Түс ауа Айдана кеңсеге керекті заттарды сатып алып жүрді. Үстел, орындық, кітап сөресі, ақ-тақта. Жай зат секілді көрінгенімен, әр нәрсе оның жаңа өмірінің бөлшегі еді. Ол заттарды таңдаған сайын өзін бұрынғыдан да сенімді сезінді. Бірақ дәл осы күні оның өмірі тағы да күтпеген бұрылысқа келіп тірелді. Кешке қарай үйіне кіре бергенде, есігінің алдына бірі қойып кеткен ақ конвертті көрді. Үстінде аты да, мекен жайы да жоқ. Айдананың жүрегі бір сәтке шым ете қалды. Қолына алып ашқанда ішінде бір ғана қағаз болды. Онда, «Айдана, сен ойлағандай бәрі аяқталған жоқ. Сен білмейтін нәрселер әлі көп» деп жазылыпты. Ешқандай қолтаңба, еш белгі жоқ. Айдананың денесі дір ете түсті. Оның санасында бірақ сұрақ айналды. Мұны кім жіберуі мүмкін? Бірден Асхат па деп ойлады, бірақ бұл оның жазуына ұқсамады. Әрі ол мұндай ойыншық әрекет жасамайды, ол тым жеңіліп қалған. Бұл хат басқа біреуден еді. Бірақ кімнен? Айдана конвертті қайта-қайта қарап, әр әріпті талдай бастады. Бір нәрсе анық еді. Оның өткен өмірі әлі толық жабылмаған. Көлеңкеден біреу оны бақылап жүр. Сол түні Айдана ұйықтай алмады. Бірақ ол қорыққан жоқ, тек сұрақ көп, жауап жоқ. Ал таң атқанда Айдана бір шешім қабылдады. Бұл жолы ол ешкімнен қашпайды. Өзі бастайды. Айдана таңғы 6-да тұрып терезені айқара ашты. Қала әлі ұйқыдағы. Бірақ оның ішінде бірдеңе оянып тұрғандай еді. Мазасыздық па, әлде күтіп тұрған үлкен бетбұрыстың белгісі ме, өзі де нақты айта алмады. Кешегі жұмбақ хат түн бойы ұйқы бермеді. Қолтаңбасы жоқ қағаз, жазу стилі, әр әріптің қысымен жазылғаны, мұндайды әсемде, Асхат та жазбайды. Бұл мүлде басқа адам. Айдана терең дем алып, өзінің жаңа орталығына баруға дайындалды. Егер біреу маған ойын бастағысы келсе, мен жалғастыруға дайынмын, деді ол ішінен. Күндіз орталыққа келіп заттарын орналастырып жатқанда, есік сықыр етіп ашылды. Есіктің алдында шамамен 30 жас шамасындағы әйел тұр. Шашы ұқыпты, киімі қарапайым, бірақ көзіндегі бір нәрсе Айдананы бірден мазасын қашырды. Ол әйел тым таныс, бірақ еш жерден есіне түсіре алмайды. «Сіз Айданасыз ба?» деп сұрады әйел жымиған сыңай танытып. «Иә, тыңдап тұрмын». Әйел бөлмеге кіріп, есікті ақырын жапты. Одан кейін ол Айданаға жақындап, сөмкесінен сол ақ конвертке өте ұқсас тағы бір қағазды шығарды. «Бұл сізге арналмаған еді. Бірақ сіз бәрібір араласып кеттіңіз», деді ол салқын дауыспен. Айдананың денесі мұздап кетті. «Сіз кімсіз?» Әйел терең дем алып. «Менің атым Жанар, Асхаттың бұрынғы сүйіктісінің апасымын». Айдана қалада, тіпті уақытта бір сәтке тоқтап қалғандай болды. «Асхаттың кімнің?» деді Айдана сенбей. Жанар басын төмен салды.
Менің сіңілім Әсел 4 жыл бұрын Асхатпен жүрген. Бірақ ол қызды пайдаланып тастап кетті. Әсел одан кейін әйелдің даусы дірілдеп кетті, өзіне қол салуға талпынды. Біздің отбасымыз бұзылды. Содан бері мен Асхаттың шынайы бет-бейнесін әшкерелеу үшін дәлел жинадым. Бірақ сен күткеннен де ерте бәрін аштың. Айдана орындыққа отыра кетті. Мынау оның елестеткеннен әлде қайда ауыршындық еді. Алхат, деді Айдана ақырын. Сенің қауіпсіздігің үшін. Асхат сенен кетпейді. Ол жеңілді, бірақ соны мойындағысы келмейді. Ол өз әлемінде ұтылуды кешірмейтін адам. Айдананың жүрегі шым ете түсті. Яғни ол маған бірдеңе істей ме дейсіз бе? Жанар басын изеді. Ол бәріне кінәлі деп сені ғана санайды. Сенің жеңісің оған соққы болды. Ол қазір бақылаудан шығып барады. Айдана терең дем алды. Ішінде бір қорқыныш пайда болды, бірақ оны жарып өтетін бір күш бар. Мен енді ешкімнен қорықпаймын. Жанар орнынан тұрып, саған нақты бір нәрсе айтуға келдім. Бүгін кешке сақ бол. Ол сенің үйіңе барады. Менің оны ұстап тоқтатуға уақытым болмайды. Ол неге барады? Сенің өміріңді толық өзіне қайтару үшін. Өздігінен берілмейтін адам. Айдананың жанын бір суық сезім қарып өтті. Ол бүгінгі түннің ерекше болатынын сезді. Сол кеште Айдана үйге ерте қайтты. Үй іші тым-тыныш. Терезе перделері баяу тербеліп тұр. Айдана жарықты қоспастан қонақ бөлмеге отырды. Үйдің ішінде әр дыбысты тыңдап, жүрегі бір қалыпсыз соғып тұр. Сағат 22:41. Сыртқы есік тұсынан әлсіз дыбыс шықты. Айдананың денесі сол сәтте суық терге батты. Ол әдейі жарықты жақпады. Тек күтті. Есік тұтқасы баяу сықырлады. Сосын есік өте ақырын ашылды. Көлеңке бөлмеге кірді. Адам пішіні анық көрінеді. Айдана тізесі дірілдеп тұрса да дыбыс шығармады. Көлеңкедегі адам бөлме ортасына шыққанда жарық кенеттен қосылды. Асхат, ол бұрынғыға ұқсамайтын. Көзі қызарып кеткен, шашы ретсіз, қолында бір пакет. Айдана орнынан тұрды. Не істеп жүрсің? Деді ол қатты дауыспен, бірақ дауысы дірілдеп кетті. Асхат жымиып қойды. Өте қорқынышты, бош жымию. Сөйлескім келді соңғы рет. Сенің мұнда кіруге құқығың жоқ. Айдана Асхат жақындап, сен мені осылай тастап кете алмайсың. Сенің жеңіске жетуің әділетсіз. Сен менің өмірімді талқандадың. Енді мен сенің жаңа өміріңді талқандағым келеді. Ол пакеттен бір зат шығара бастады. Айдананың жүрегі тоқтап қалғандай. Дәл сол сәтте арттағы есік тарс ашылды. Жанар, қолында диктофон. Асхат, деп айқай салды. Бәрі жазылып жатыр. Тоқта. Асхат артқа бұрылып, не істерін білмей қалды. Айдана сол сәтті пайдаланып, үстел үстіндегі телефонды алып, полиция шақырды. Асхат жанұшыра айқайлап, сендер мені құртып жатырсыңдар. Сендер мені түсінбейсіңдер. Ол Жанарға қарай жүрді. Жанар артқа шегінді. Айдана жүрегін қолына ұстап, Асхат, болды. Сен біттің, деп айқай салды. Осы сөз оның санасын тоқтатқандай болды. Асхат көзін жұмып, пакеттегі затты жерге тастады. Бұл қауіпті нәрсе емес еді, бар болғаны оның бұрынғы екеуінің фотолары. Жартылған, өшірілген өткеннің қалдықтары. Асхат тізерлеп отырып жылады. Айдана, мен сені сүйдім. Айдана көзін жұмды. Сен мені сүйген жоқсың, Асхат, сен мені бақылап жүрдің. Енді бәрі бітті. Полиция 1-2 минутта келді. Асхатты ұстап әкетті. Жанар бәрін куәгер ретінде түсіндірді. Айдана үйдің ортасында отырып терең дем алды. Дірілдеп тұрған қолдарын ұстап көзін жұмды. Көп жылдар бойы төбесінде жүрген көлеңке енді толық жоғалды. Ол бірінші рет шынайы еркіндік сезді. Айдананың жаңа орталығы ашылды. Онда әйелдерге психологиялық қолдау, заңдық кеңес, қаржылық еркіндік бойынша сабақтар берілді. Бірінші күннен бастап ондаған әйел келді.
Сабақтың басында Айдана былай деді. Менің өміріме қарасаңыздар, мен көп нәрседен құладым. Бірақ мені қайта тұрғызған кек емес. Өзімді табу. Бостандық. Ал кек. Ол әділеттілік орнаған соң ғана аяқталатын сезім. Әйелдер үнсіз тыңдады. Әрқайсысының көзінде үміт ұшқыны жанды. Жанар оның жанында тұрды. Ол Айданаға қарап жымиып, сенің күшің сен ойлағаннан да үлкен деді. Айдана терезеге қарап күн сәулесін сезді. Бұл жаңа өмірдің алғашқы таза күні еді. Асхат сот шешімімен арнайы бақылауға алынды. Айданаға жақындауына бірнеше жыл тыйым салынды. Оның тағдыры, оның өз әрекеті. Ешкім оған кек жасаған жоқ. Ол өзі өзіне жаза болды. Ал Айдана, ол жаңа өмірін құрды. Күшті, сенімді, тәуелсіз әйелге айналды. Бұл оның ең үлкен кегі. Жазалау емес, бостандық.